Пенсия саласына қалай келгенімді айтатын болсақ, осыдан 3 жыл бұрын мен анам зейнетке шығуға дайындалып жүрген кез болатын. Сол кезде мен анаммен бірге жаңағы ЦОНға, ГЦВП-ға, налоговға барған болатынбыз. Яғни біз ол жақтан ешқандай өзіміздің сұрақтарымызға жауап таба алмағандықтан мен интернет желісінен ақпарат іздей бастадым. Сол кезде ютубта Сергей Белялов деген кісіні тапқан болатым. Сол орыс кісі орыс тілде жаңағы пенсия жайлы толығымен ақпаратты түсіндіріп, яғни қанша пенсия шығады, қалай тағайындалады, қандай табыс есепке алынады, қандай құжаттарды реттеу қажет, сол туралы видеоларын көп қарадым. Сөйтіп бұл кісіден мен консультация алдым. Консультация барысында бұл кісі маған толығымен санап берді. Яғни менің анам пенсиясы қанша шығады, қандай құжаттарды жөндеу керек, қандай табысты көрсету керек, сол туралы толығымен түсіндірген болатын. Одан кейін арада көп ұзамай мен бұл кісіден курс сұрадым, яғни мені оқытыңыз деп өтінген болатын. Сол кісіден білім алып, қазіргі кезде мен 3 жыл болды осы пенсия саласында жүргеніме. Өзімнен кейін 200-ге жуық қыздарды оқытып, ол кісілердің табыс табуына көмек беріп жүрмін. Яғни егер де сіздер де осы ата-анаңыз зейнетке дайындалып жүрсе, жақын туыстарыңыз осы зейнетке дайындалып жүрген болса, сіздер де осы менен курс оқу арқылы өздеріңіз де тура осындай қызмет көрсете аласыздар. Яғни онлайн қызмет көрсете аласыздар, басқа да клиенттерге қызмет көрсете аласыздар. Мен Қазақстан бойынша көптеген адамдардың максималды пенсия шығуына көмектескенмін. Сол себепті сіздерді де өзім курсыма шақырамын. Сіздер де табысты болыңыздар, ата-аналарыңызға көмектесіңіздер.